университете имени Мухамбетова Демисова с 2002 по 2007 год. Конечно, было моментами тяжело, хотелось домой, но тем не менее студенческая жизнь — это, я считаю, что каждый ребенок, подросток должен пройти это, потому что именно годы студенчества, они оставляют хороший отпечаток в жизни. То есть в этот момент происходит развитие личности. Мен Сұлтанғалиева Қымбат Бөрлі колледжінде 2005-2008 жылдары арасында білім алдым. Қаржы мамандығының алғашқы топтарының түлектерінің қатарында болдық. Қазақ топтарының түлектерінің қатарында. Білім берген ұстаздарымыз өте керемет, белгілі мамандар. Көбашева Ләззат Исламова-қызы, Ерғалиева Найля Калахметқызы. Бүгін өте тамаша күн, 17 қараша халықаралық студенттер күні. Менің студенттік шағым 90-шы жылдарға келді. Мен осы Батыс Қазақстан облысындағы әйгілі оқу орындарының бірі, кезінде Орал педагогикалық институты, бүгінгі таңда Батыс Қазақстан гуманитарлық университетінің 1996 жылғы түлегімін. Әрине, біздің жылдарымыз өте қиыншылыққа толы болды, себебі цифрлық технологиялар дамымаған, бір кітапты 40-50 адам бөлісіп конспект жазатын заман еді. Соған қарамастан жақсы сапалы білім алдым, керемет ұстаздардан дәріс алдым. Соның ішінде Серқали ағай Шарабасов, Маджан Тілеужанов, тағы да көптеген тамаша мұғалімдерден дәріс алдым. Сондықтан студенттерді шын жүректен құттықтаймын. Жасасын студенттер! Құрметті студенттер, мен аты-жөнім Бекбілім Асылбекұлы. Бөрлі колледжін 2016 жылы түсіп, 2019 жылы түлегімін. Қазіргі таңда осы Бөрлі колледжінде арнайы пәндер оқытушының жұмыс жасаймын. Біздің кезімізде осындай телефондар мода болатын негізінде. Мұнда көп заттар, дәптерлер, студент уақытта ең қызық сәттер деген ол дискотекалар қызық болатын, спорттық сайыстар өте қызық болатын. Менің студенттік уақытым өте керемет өтті.